Ханның сарайына қараша келіп, мұң-мұқтажын айталатын. Батыры мен ақынын хан да төбесіне көтеріп дәріптейтін киіз туырлықты жұрттың кешегі дүркіреген дәуірі әлі ұмытыла қоймаған болатын. Сарайдың сән салтанатын түздің қызығына талақ еткен инсанда байырғы қиса дастандарда ғана болады деп ойлаушы едім. Бала күннен төлескен кісінің алдына сұраусыз кіре алмай қаңтарылып тұрам деп мен де ойламаған едім. Ой бағдары әрдайым бір арнаға тоғыса бермесе де, батырдың ел ішіндегі ықпал беделімен санасып, хан Жәңгір бұл жайтты араздыққа ұластырмай, мәселені жылы жауып кейінге сырды. Ханның жылы шырай жауабы көңіліне медет болмаса да, әліптің артын бағайық деген Махамбеттің байламына тоқтап, батыр сарайдан қам көңіл